Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздердің назарларыңызға балалардың сүйіп жейтін тәттісі балмұздақ жасаудың рецептімен бөлісемін. Менде 33%-ық кілегей. Блендеріміздің ыдысына кілегейімізді құйып аламыз. Өлшеп 200 мл. Осының үстіне менде тоңазытқышта қатырылып қойған құлпынай. Құлпынайды салып, блендерді айналдырып, араластырып аламыз. Дайын болған қоспамыздың үстіне енді қойытылған тәтті сүттен 3 қасық салып, тағы да 3 минут айналдырып аламыз. Дайын болған массамызды алдын ала дайындап қойған контейнерлерге құйып, тоңазытқышқа қатыруға салып қоямыз. Блендеріміздің ыдысына тағы да 200 мл кілегей құйып, алдын ала турап дайындап қойған қауынымызды салып, дәл жаңағыдай айналдырамыз. Қымбатты оқырмандарым, егер менің осы видеом ұнап жатса, қоңыраушаны басып, тіркеле кетіңіздер, лайк, комментарий қалдырыңыздар. Дайын болған массамыздың үстіне 3 ас қасық қойытылған сүт құйып, тағы да 3 минут айналдырып аламыз. Міне, бұл массамыз да дайын болды. Сәл-пәл ана массаға қарағанда артығырақ дайындалды. Енді құлпынайдан дайындалған массамыздың үстіне осы массаны дайындап 4 сағатқа қатыруға қойып қоямыз. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кетемін. Құрметті оқырмандарым, қауынның құрамында судың көп болғандығынан балмұздағымыз 4 сағат емес, 5 сағатта қатты. Менімен бірге дайындаңыздар, сау болыңыздар.